Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті. Қазақ тілі және мәдениеті кафедрасы. Кәсіби бағытталған қазақ тілі. Пәні: пайдалы қазбаларды байыту, білім беру бағдарламасына арналған практикалық сабақ. Тақырып: инженер мамандығының қажеттілігі және оның салалары. Зат есім және оның түрлері. Сабақтың тақырыбы: кәсіби мәтін. Инженер мамандығының қажеттілігі және оның салалары. Грамматика. Зат есім және оның түрлері. Сабақтың мақсаты: инженер мамандығының ерекшеліктерін сипаттау арқылы қызығушылығын арттыру, ой-пікірлерін жеткізе білуге бағыттау, студенттердің сөздік қорын молайту және білімдерін жетілдіру, студенттердің оқылым, тыңдалым, айтылым, жазылым әрекеттерін іске асырып қолдану, мамандыққа қатысты білімдерін дамыту, кәсіби тілде ойлау, коммуникациялық қабілеттерін арттыру, әртүрлі мамандық иелеріне деген құрмет сезімдерін оята отырып, ұлтжандылық пен отансүйгіштік рухта тәрбиелеу. Тарихқа көз жүгіртсек, инженер сөзі біздің дәуірімізге дейінгі 2 ғасырда дүниеге келген. Ол кездері инженер деп қамал бұзатын машиналарды жасап, пайдаланушыларды айтқан. 16 ғасырда голландықтар мен ағылшындар, сәл кейінірек Ресейде жол салып, көпір тұрғызатындарды инженер деп атай бастады. Яғни, инженер түсінігінің Европадағы қайта өрлеу дәуірінде ғылым мен білімнің адамзат қоғамы үшін шешуші рөл ойнай бастаған кезеңінде тарих сахнасына қайта шығып, мызғымас орын алғанын байқаймыз. Алғашқы өнеркәсіп төңкерісінің кезінде-ақ қоғамның техника мен ғылымға деген сұранысы ғылымның дамуына үлкен серпін берді. Инженер инженерлік іспен айналысатын, ғылыми білімін, математиканы және өнертапқыштығын қолданып, техникалық, қоғамдық және коммерциялық проблемалардың шешімін табумен айналысатын маман. Инженер мамандығының тарихын қоғам дамуының тарихымен қатар қарастыруға болады. Сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші сұрақ: инженер сөзі қашан пайда болған? Екінші сұрақ: инженер сөзінің мағынасы қандай? Үшінші сұрақ: инженер қандай қызмет атқарады? Төртінші сұрақ: инженер мамандығының тарихы қоғам дамуының тарихымен байланысты ма? Бесінші сұрақ: инженер жайлы көркем туындылар оқыдыңыз ба? Ойыңызбен бөлісіңіз. Кестеге назар аударыңыздар. Инженер мамандығының келесі тармақтарын атап өтуге болады. Компьютерлік инженерия, бағдарламалық инженерия. Технологиясы: бағдарламалық жүйелерді шығаруға маманданған. Оған қатысты ғылымдар
информатика, математика. Өнімдері қолданбалар, сайттар, операциялық жүйелер. Инженер мамандығының келесі тармағы құрылыс инженериясы. Технологиясы алпауыт жүйелер мен құрылымдардың құрастыруға маманданған. Оған қатысты ғылымдар статистика, гидромеханика. Өнімдері автомобиль жолы, көпір, бөгет, ғимараттар. Келесі тармағы металлургиялық инженерия, яғни материал тану. Металдарды кен орындарынан шығарып алуға және жаңа материалдар дамытуға маманданған. Оған қатысты ғылымдар материал тану, термодинамика, металдарды шығару, физикалық металлургия, механикалық металлургия, ядролық материалдар, болат технологиясы. Өнімдері темір, болат, полимерлер, қыш құмыра өндірісі, металдар. Келесі тармағы механикалық инженерия. Машиналар мен бақылау жүйелерін жасап, шығаруға маманданған. Қатысты ғылымдар динамика, гидромеханика. Өнімдері автомобильдер, ұшақтар. Келесі тармағы химия инженериясы. Химикаттар жасап шығару мен химиялық өндіріс процестеріне маманданған. Оған қатысты ғылымдар химия, термодинамика, биология, медицина. Өнімдері химикаттар, мұнай, дәрілер, шикі материалдар. Келесі тармағы электр инженериясы. Электр жүйелері мен электр схемаларын жобалауға маманданған. Оған қатысты ғылымдар электромагнетизм, логика. Өнімдері компьютер, электроника. Мәтінді тыңдаңыз, оқыңыз. Инженер мамандығының қажеттілігі және оның салалары. Қазақстан даласының қойнауында кен байлықтарының мол көздері бар. Оларды ашып, халық игілігіне жұмсау негізгі міндеттердің бірі. Ал жер қойнауынан кен өндіру, оны байыту, олардың металлургиялық қорыту құпияларын зерттеу мамандардың ісі. Кенді қазу алдымен барлау жұмыстары жүргізіледі. Кен қоры мен сапасы анықталады. Өндіру жүйесі мен байыту тәсілі тағайындалып, тиісті жұмыстар жүргізіледі. Бұлар белгіленген соң кенді ашу, жер үсті құрылыстары мен жер асты қазбаларын жүргізу жұмыстары атқарылып, тек содан кейін ғана арнайы тәсілмен кен қазыла басталады. Міне, осындай қиындығы мен құпиясы мол өндіріс орындарына білімді де, білікті де мамандар, яғни инженерлер қажет. Инженер француз және латын тілдерінен аударғанда икемділік, өнертапқыштық деген мағынаны білдіреді. Мамандықтың бұл түрі сәулет өнері үлгісінің материалдық ақпараттандыру жабдығының жасаушысы. Инженер мамандығы түрлі салаларға бөлінеді. Пайдалы қазбаларды іздеу, барлау, суретке түсіру, тағы басқа салаларындағы инженер-геологтар.
тау кен ісі саласындағы пайдалы қазба кен орындарын өндірудің барлық циклі бойынша жұмыс жүргізетін инженерлер. Пайдалы қазбаларды байыту, металлургия, түсті, сирек және асыл металдарды тану, композициялық және ұнтақ материалдар салаларындағы инженерлер. Қазақстан Республикасының басты байлықтарының бірі оның көмірсутекті шикізат қоры. Мұнай-газ кешені саласындағы инженерлер. Машина жасау инженерлері. Автоматика және басқару жүйелері инженерлері, тағы басқасы. Келесі мәтін бойынша берілген тапсырмаларға назар аударыңыздар. Бірінші тапсырма. Мәтінді оқыңыз, орыс тіліне аударыңыз. Екінші тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші сұрақ. Сіздің туыстарыңыз кім болып істейді? Екінші сұрақ. Өзіңіз қай жерде оқисыз? Үшінші сұрақ. Сіздің болашақ мамандығыңыз қандай? Төртінші сұрақ. Жақсы маман болу үшін не істеуіңіз керек? Суретке назар аударыңыздар.